Фигурасы оның 90-60-90 десе жалт қарайсың. Әрине қыз-келіншектерге күтім керек, әсіресе дене күтімі мен тамақтану тәртібіне. Тамақтану да дене күтімімен тікелей байланысты. Егер де дене күтіміне қызығушылығыңыз болса, сонымен тұрақты түрде айналысқыңыз келсе, өз кәсібіңізді ашуға үлкен мүмкіндік. Ескеретін жайт, сізге үлкен зал, коврик тағы басқа заттармен қамтамасыз ету. Мотор, колодка керек дегенді жиі естимін. Машина сату да бір өнер, ал машинаны бөлшектеп сату да бір өнер де және кәсіп түрі екенін білесіз бе? Әлеуметтік желіде белсенді болсаңыз, машинаны сату және оны бөлшектеп сату да бизнестің бір түрі екенін ескеріңіз. Аудитория 99% ер адамдар, 1% әйел адам болады. Айфоны барлардың бәрі мобилограф емес, ал экспозиция, композиция, ракурс, план, жарық, дыбыс, эффект деген терминдер мобилографқа ғана тән. Қазір в тренде болып жатқан ерекше таптырмас маман. Жас талғамайды, сонымен қатар тапсырыс кез келген уақытта екенін ескеріңіз. Гонконгские вафли. Бельгийский вафли деп те аталады. Тез әрі оңай дайындалатын вафли. Клиенттерді қызығарлықтай етіп, начинкасының және формасын өзгертуге болады. Шоколадпен, мороженыймен, сүтті түрі деген сияқты. Көбінесе шағын садиктер, мектептер тапсырыс береді. Және әлеуметтік желіде белсенді болсаңыз, онлайн заказ қабылдауға болады. Қазіргі кезде классика, стильдік киімді ұсынатын дүкендер өте көп, бірақ олардың ішінен жүкті әйелдерге табу өте қиын. Әсіресе спорт киімдері, классика, қонаққа киетін киімдерді. Болашақ аналарға арнап киімдер жиынтығын жасау таңдаулы қылсаңыз, тұрақты клиенттердің саны көбеюі әбден мүмкін.